Барлығы палау тамағын жақсы көреді, бірақ әркім әртүрлі тәсілмен жасайды. Бүгінгі видеода менің жасау тәсілімен танысатын боласыздар. Бізге ет, сәбіз, сұйық-май, пияз, күріш қажет. Қазанға бір кесе сұйық-майымызды құямыз. Оны әбден қыздырып барып, еттерді саламыз. Етіміздің бір жағы күйіп піскен соң, оны аударамыз. Аудара салысымен пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымызда жақсылап сарғайып қуырылуы қажет. Артынан сәбізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Палауымыздың түсі әдемі шығуына осы сәт өте маңызды. Сондықтан астын күйдіріп алмай, біраз уақыт қуыруымыз қажет. Бәрі жақсылап қуырылған соң, тұзын салып, үстіне 1 литрдай су құямыз. Қазанның қақпағын жауып, 1 сағаттай етімізді пісіреміз. Астын жай қоямыз. Етіміз пісті деген кезде күрішімізді жақсылап жуып саламыз. Суымыз күріштің үстінен 2 сантиметрдей жоғары болу керек. Тұзымыздың дәмін көреміз, егер аз болса, тағы да тұз саламыз. Күрішімізді осылай ашық күйінде қайнатамыз. Суы әбден татылғанша күтеміз. Асты жабысып қалмас үшін судың астына баруын да қадағалаймыз. Осылай судың әбден татылғанын күтеміз. Суымыз тартылған кезде күріштің ортасын оямыз да сарымсағымызды салып, оны көмеміз. Сосын қақпағымызға таза орамалды орап, бетін жауып, астын жай қоямыз. Осылайша күрішімізді 15-20 минуттай қоямыз. Палауымыз дайын болды. Қасына очучок салатын жасасаңыздар болады. Егер видеомыз ұнаса, тіркеліп, лайк қойып кетсеңіздер.